Biz өзіміздің сабақ жоспарымыз бойынша өлкенің тарихи ескерткіштері деген мұражайға саяхат сабағымызды өткізуге келдік. Төкен Махачев атындағы аудандық мұражай. Енді бүгінгі мұражайда біз өлкемізден табылған тарихи ескерткіштермен танысамыз. Біздің өлкемізде жалпы 62 археологиялық ірі ескерткіштер бар екен. Соның ең ежелгісінен бастап бүгін танысып шығамыз. Енді бүгін біздегі ең сабағымыздың бастамасындағы ежелгі дәуірдің археологиялық ескерткіштерінен бастаймыз. Біздің жалпы Қазақстанда адамдар 1 миллион жыл бұрын пайда болған сендер тарихта білесіңдер. Енді біздің жерімізде мынау Шабақты өзенінің бойында неолит үңгірі деген үңгір бар. Сол жерде адамдар мекендеген. Орта тас дәуірінде біздің заманымыздан бұрынғы 5-3 мыңжылдықта. Енді археологиялық ескерткіштерге қарасаңдар, ежелгі біздің жерімізде өскен өсімдік талдардың түрлері. Өкінішке орай бұлардың көптері қазір өспейді, жойылып кеткен. Жаңағы бұрынғы өсімдіктерге жатады, папирустарға. Мына жерде ежелгі жануарлар, динозаврлар, қырықбуындар. Қырықбуын дегендер қазір өте кішкентай өседі, бұрын өте ірі болып өскен. Тал сияқты қырықбуындар болған, солардың археологиялық қалпына келтірілген бейнелері. Мынау ежелгі жануарлар, динозаврлар, ихтиозавр деп мультфильмдерін неден көріп жатырмыз ба? Солардың қалпына келтірілген мүсіндері кішірейтіліп жасалынған. Анау жерде сфинкстік қанатты тісі бар құс, ең алғашқы құстардың тісі болған, сол құстары бейнеленген. Мына жерде тас дәуіріндегі мұз басу кезінде жойып кеткен мамонт пен мүйіз тұмсықтар дейді. Міне мүйіз тұмсық. Ең алғашқы жойып кеткен жануарлар мүйіз тұмсықтар осындай болған. Біздің табиғатымыз ол кезде қазіргі Үндістанның табиғатына ұқсас болған екен дейді. Табиғат қарасындар өйткені бізге жылы Атлант мұхитынан ауа келіп тұрған. Кейіннен таулардың, Тянь-Шань тауларының өсуіне байланысты біздің табиғатымыз өзгеріп, шұғыл континентті аймаққа айналған екен. Енді орта ғасырлардағы жаңағы дүниелерге назар аударайық. Мынау қыштан жасалған құмыра, астық сақтауға және су құюға арналған. Көбінесе бұл жерде астық сақтаған. Астық сақтайтын өзіміздің Саудакент қаласының орнынан табылған қыш құмыралар. Ал мынау жаңағы неолит үңгірінің қалпына сырттай келтірілген бейнесі. Ежелгі адамдардың тас дәуіріндегі тіршілігі. Байқап тұрсыңдар ма? Жаңағы от жағып жатыр. Міне баспаналарының үлгісі мынандай болған. Лашық ең алғашқы баспана үңгір, үңгірден кейінгі сырғауылдардың сыртын терімен қаптаған алғашқы адамдардың баспаналары. Енді мұнда қарасақ, мына жерде мінекей қол диірмен бұл жаңағы адамдардың дәнді үгетін бидайды, арпаны үгіп оңғып тартылуға арналған орта ғасырлық дүниелері. Ғасырлық тарихи ескерткіштерді таныстырайық. Ол ең бірінші мынау қазірде бар, өздеріңіз көрген Шоқайдатқанның мазары. Жалпы Шоқайдатқан Қоқан хандығы 19 ғасырда елімізге белгілі айтулы тұлға болған. Қоқан хандығымен Ресей мемлекетімен келіссөздер жүргізген екен. Ол енді мына суретте баба түкті шашты әзіздің кесенесі, бұрынғы кесенесі. Қазіргі түрі басқашалау, ең алғашқы кесенесі осындай болған екен. Мынау Созақ ауданында мүмкін көрген де боларсыңдар, көрген шығарсыңдар. Мен көрдім. Көргендерің болса, қазір бұлағы бар, қасында. Балықтары бар. Осы баба шашты әзіздің ең алғашқы соғылған кесенесі осындай болған екен. Ал енді мына жақта мынау Саудакент қаласының бұрынғы қалпына келтірілген түрі. Мынау қазір Күлтөбе деп атаймыз. Күлтөбе қаласы негізі Саудакент қаласының орны. Қазір солай аталып кеткен. Ол жерде Саудакент деген орта ғасырлық үлкен қала болған. Бұл жерден Ұлы Жібек жолы өткен. Бұл Моңғол шапқыншылығының кезеңіне, одан кейін кезеңдерге дейін өмір сүрген Саудакент қаласы. Саудакент қаласының мына жерде сыртқы жалпы нобайы берілген. Қасылып жасалған сыртқы аумағы, қазіргі аумағы берілген. Ал мынау сыртқы қазіргі бұрынғы қалпына келтірілген бейнесі.
шайқастар бейнеленген Моңғол шапқыншылығының кезіндегі бұл Саудакент қаласының орны. Мына жерде мына кеше өздеріңіз кітаптан өткен Әлкей Марғұланның Қазақстан Ғылым Академиясының зерттеулері 1946 жылы жүргізілгендігі көрсетіліп тұр. Қазір келесі болашақ сабақта осы Саудакент қаласының орнына да барамыз. Мына жерде мынау Саудакент қаласының орнынан табылған тасқа айналған ағаш. Тасқа айналып кеткен екен. Байқап ұстап көрсеңдер болады. Шамалап кәдімгі тасқа айналған ағаш. Мына құралдар да сондай. Тасқа айналған. Ал енді мыналар Саудакент қаласының орнынан табылған қыш ыдыстар мен кеселердің және де соның жаңағы кірпіштердің сынықтарының құрамдары. Мына жерде бейнеленген неше түрлі бедерлерді де байқауға болады. Енді мына жерге қарасаңдар, мына екі кісі Кеңес одағының батырлары 41-45 Ұлы Отан соғысы кезінде. Енді бұл кісілер қазір біздің ауданның туып өскенімен, біреуі Созақ ауданынан, біреуі Талас ауданынан әскерге шақырылған екен. Сондықтан біздің ауданда, тыныш! Біздің ауданда бұл кісілердің суреттері тұрады. Біздің ауданда туып өскен. Бірақ әскерге біреуі мына кісі Талас ауданынан шақырылған, Амантай Дәуітбек, мына кісі Созақ ауданынан шақырылған. Мына Ыбырайым Сүлейменов Кеңес одағының батыры берілмей қалды, бірақ бұл кісі қазір ұйым мектебі осы кісінің құрметінде біздің ауданымыздан шыққан атақты батыр. Енді мында қарайық. Біз өткенде бір сабақ өткен кезде қайла деген не екенін түсіндіре алмай қойғанбыз. Ең алға, міне қайла деген. Міне қайла, бұл енді қазіргі қайла ғой. Мен сендерге түсіндірген кезде, мен тас нәрсені айттым, қайла. Темір қайла. Темірден жасалған кәдімгі қайла. Енді мен сендерге өткен тас дәуіріне түсірген кезде темір қайла айтсам. Ол осындай болады, ағашқа бірақ таспен бекітті. Мынандай үлкен тасты жағы немен бекітіп қойған. Мынау сүргі. Ағашты тегістейтін сүргі. Енді мынаған қараңыздар. Мынау Ораз Жандосов деген біздің өлкемізде, біздің Сарысу ауданының құрылуына үлкен еңбек сіңірген осы 31-33 жылдардағы үлкен ашаршылық кезінде біздің ауданның аман қалуына үлкен еңбек сіңірген азамат осы кісі Ораз Жандосов деген. Міне мынау ауданымыздың басшылары, Болатбек Кәриев деген аудан басшылығында болған кісілер. Солардың жас кезіндегі парк билеттері, студенттік билеттері осылар осы жерге қойылған. Мынау сағат. Механикалық сағат болу керек. Механикалық сағат істейді. Ең алғашқы сағаттар ғой музейге қойылған. Саудакенттегі анау кейін 9-шы классқа қараған кезде айтам, үлкен көтеріліс болған, Созақ көтерілісі деп аталады. Сол көтерілістің макеті. Саудакент қаласының макеті тұрған. Осы жерде үлкен көтеріліс, тыныш ей. Үлкен көтеріліс болған, Созақ көтерілісі. Оны біз 9-шы класста өтеміз. 9-шы класста өтеміз. Сол көтеріліс жайлы жасалған бұл шағын макет. Кеңес одағының құрылуы алғашқы жылдарындағы. Осы нәрсе. Ер тоқым, қазақы Құранды ер деп аталады. Қазақы Құранды ер деп аталады. Қазір бұл енді көп қолданыста емес, бірақ әлі де бар. Мынау кәдімгі бұрынғы аталарымыздың насыбай шашатын, насыбай үгетін нәрсесі. Насыбай келді. Ал мынау жаңағы киім ілгіш. Немесе жаңағындай тамақтарды битке қою үшін керегенің басында. Осындай адал бақан болған. Қалай битке іліп қояды. Керегенің басына тағы да биік жерлерге қойып, киімілет, жаңағы кесе қап, нәрселерді. Ал мынау, мында қараңдаршы, өткенде бәрін келі дегенің не екенін таппай қойды. Біраз адам білмеді. Міне келі. Мен әжінде тура осындай қазір дән үгуге арналған келі осы. Өткенде көпсіміз еске осыны пісіре алмай қойдық. Мына жақта бір келі тұр. Сонда сол кездегі келілер. Дән үгуге қазір де бар ғой келі жақты деген. Одан кейін өткенде сендерге мынау металлургияда бәріміз осы сабақты өттік. Қазақстанда металлургияның дамуы деген кезде. Именно осы көріктің, пеш көріктің арқылы не екені міне. Бұл да пеш көрік, мынау да көрік.
Барлығына көрпе түрлері. Пеш көріп деген осы ауа именно осы біздің кітапта беріліп тұрған нәрсе көрсетіп тұр. Міне жаңағы Адалбақанға ілінетін кесе қап, кішігірім қоржын осылар. Мынау бұрынғы сандықтар. Міне мында ағаш табақтар. Қазір пластмасс темір болды ғой. Сабау деген жүн сабауға арналған нәрсе. Тынышы ағаш табақтар. Көрдіңіздер ме? Ағаш табақтар осында. Қаламыздың қорытынды кезеңінде мына жердегі ауданымыздан, мына Саудакент қаласының орнынан табылған тарихи ескерткіштерге тоқталамыз. Мынау біздің ауданымыздан іздестіру жұмыстарының барысында аудан тұрғындарының тапсырған дүниелері қола қазан, қола шөңге, темір жер ошақ және мынау ағаш соқалар, қатты мықты ағаштан жасалған ең алғашқы ағаш соқалар. Біз бұны кітаптарын өтіп жатырмыз, ағашпен жереңдеген тесемен деп. Мына ағаш соқалар. Мына жерден жаңағы бұқаға жегіп, ағаштарды сол арқылы жерді жыққан екен ағаш жоқ кезде. Мынау бұқаның жаңағы қос өгіздің мойнына жегетін мойын тұры. Мынау темір соқа. Ал енді мынау Саудакент қаласының қақпаларының темір ілгегі. Мынау сендердің кешегі сабақтан өткен қайла дегеніміз осы. Ең алғаш бір қайла дегенді айтып жатқан не деп атамыз ғой? Орысша кирка дейді. Осы қайла. Ал мынау Саудакент қаласының орнынан табылған алғашқы қыш емес, жаңағы жез құмыра екен. Мыстан жасалған алғашқы құмыралар. Енді мына жақта аудан тұрғындарының тапсырылған осы өзіміздің өңірімізде мыс, темір өндіруде, ұстау кәсібінде қолданылған пеш көріктер. Пеш көрікте үлкені кішісі, одан кейін аспалы көрік. Біздің ауданымыздың ұсталары қолданған ғой. Кейіннен қолданыстан шыққаннан кейін осы музейге өткізген өзіміздің ауданымыздың тұрғындарының қолданған дүниелері. Мынау ағаш балға, мынау өздерің білетін кесер қап, оршық және мына жақта ағаш қабақтар. Ең алғашқы ағаш қабақтар. Ауданымыздан табылған жаңағы елді мекендердің орындарынан табылған ағаш табақтар болар. Сабау дейді, жүн сабауға. Мына жақта кебежелер, осылардың барлығы археологиялық ескерткіштерге жатады.